Мұхтар Шаханов. Бақыт геометриясы. Бақыт деген немене бол, немене екен немене, мен шықпаған заңғаршың ба, мен мінбеген кеме ме? Бәлкім бақыт байлық бекен сараңдықтан басалған, жомарттығы өзгелердің ырысынан жасалған. Талайларға байлық жинау болса дағы басарман, кейде бақыт байларға да қолын бермей қасарған. Әлде бақыт сұлулық па, олай дейін десем мен, сұлулар жүр, бай аяққа кілем болып төселген. Әлде бақыт билік бекен, қылыш мүдде ұстаған, тіпті қайсар қырандары рұқсатсыз ұшпаған, жағымпазы сырт көздері шошындырып сұрқымен, бастығының көнетігін шөткелеген мұртымен. Шын парасат иелері бірақ оған бармаған, олар өзін жаудан бұрын жағымпаздан қорғаған. Иә, биліктің қадамы тоқ, қамалы жоқ алмаған, кей қасқалар биліктен де бақыт таппай сорлаған. Бақыт деген немене бұл, немене екен немене, көрсет маған құшақтайын көтерейін төбеме, деп едім мен. Дәл сол сәтте ойы бойы сымбатты, әбден қажып шашағарған шындық келіп тіл қатты. Бақыт дәйім санасымен ұғымында әркімнің, қанша ғасыр осын елге ұқтыра алмай сарқылдым. Қане менің соңымнан ер, мынау үйге қарашы, нақ осы үйде жүріп жатыр бақытпен сор таласы. Үй иесі жас жұбайлар тілек ой қосталған, билік байлық қатар қонып, иықтымен дос болған, бірін-бірі сүйгенімен көңілдері тобасыз, тобасыздың есігінен кірген ырыс бағасыз. Келген әрбір жақсылыққа игіліктің басы деп, шын жүрекпен қуаналмау ең қауіпті қасірет. Солай, енді ақыным мұнда бұрыл деп мені шындық тағы ертіп барды, жұпын үйге шеткері. Терезеден қара деді, жақын тұрып қарадым, төрде отырған қос жұбайға түсті кенет жанарым. Бөлме іші тым қарапайым, ортада ақ дастархан, дастарханда тек қаранан қос түйір қант тасталған. Күйеу айтты, жала қалдым ертең базар баралық, саған жаным ерекше әсем көйлек іздеп табалық. Көйлегім бар, деп әйелі қабағына мұң қонды. Бір бешпентпен жүрсің өзің, міне қанша жыл болды. Екеуі де менен бұрын оған шаттық қонса деп, алдыменен ол қуансын, оның көңілі толса деп, бір-біріне сый ұсынып, бірін-бірі жақтады, бірін-бірі ардақ тұта орта ойға тоқтады. Көрші аулада баласы өлген жалғыз кемпір бар екен, шетсіз, шексіз кең дүние ол сорлыға тар екен. Бұлар қатар шуақ төге ізетті іске өрісті. Сол кемпірге қыстық киім әперуге келісті. Бақыт деген немене бұл, немене екен немене, мен шықпаған заңғаршың ба, мен мінбеген кеме ме, деп қиялдап, әр биіктен көрсетіп біз бекер бой. Қымбаттым-ау, сөйтсек бақыт қанағатта екен ғой. Егер бүгін ала сарса мекеніңнің шоқтығы, оған себеп қанағатсыз адамдардың көптігі. О тәңірім, қанағатпен басар болса аптығын, мүмкіндік бер қадірлеуге жауымның да шаттығын.